Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ дүниетану 4-ші сынып қоршаған ортаға қамқорлықпен қараудың мәні. Бүгінгі сабақта сен қоршаған ортаны қорғаудың шараларын білесің. Сен қай жерде тұрғаныңды түрлі табиғи белгілерге қарап анықтауды үйренесің. Тірек сөздер: экология, экологиялық проблема. Жақсы балалар, суретке назар аударайықшы. Суретте не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл біздің табиғатымыз. Асыл қазынамыз, жер анамыз. Бұл табиғатымызға балалар баға жетпес байлығымыз жатыр. Осы табиғаттың арқасында біз балалар өмір сүріп жатырмыз. Осы табиғатты балалар сіздер қалай қорғап жатсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Тағы да осы сұрақтың жауабын сабақтың соңында толықтыратын боласыздар. Ендігі кезекте балалар, келесі суретке назар аударайықшы. Бұл суретте балалар біздің ата-бабаларымыздың салтанатты көшпелі халқымыздың суреті бейнеленген. Табиғат көшпелілер үшін туған үйіндей болды. Олар жер жағдайын жақсы білгендіктен жылдың қай мезгілі болса да адаспай жол табатын. Өздерінің табиғаттың бір бөлшегі саналатын бабаларымыз табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, сұлулығын бағалай білді. Олар күнкөріс жағдайы үшін табиғаттан тек керегін ғана алды. Бабаларымыздың табиғатқа деген қамқорлығын үлгі тұтамыз. Қазір табиғатқа деген көзқарас өзгерді. Кең далада үлкен қалалар бой көтерді. Зауыттар мен фабрикалар, шахталар мен кеніштер ашылды. Адам табиғат байлығын игеру, су көзін шексіз пайдалану, топырақты тыңайтпай қолдану арқылы оған зиянын тигізіп жатқандығын түсінді. Соның салдарынан жер бетінде экологиялық проблемалар пайда болды. Келесі беттегі суретке қарасаңыздар балалар, не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұлар қоқыс, бізден күнделікті пайдаланып жатқан заттарымыздың керек емес бөліктерінен шыққан қоқыс. Бұл үлкен қалалардың шетінде орналасады. Осы жаққа мысалы қаланың ішіндегі қоқыстары апарылып жиналады. Бұл балалар табиғатты не істеп жатыр? Дұрыс айтасыздар. Барлық табиғатты бүлдіріп жатыр. Бұл қоқыстар балалар, бұл экологиямыз бұзылып жатыр. Осы экология тақырыбы балалар қазіргі таңда бүкіл жер бетіміздің үлкен проблемасы. Қалай құтыламыз бұл? Табиғатты қалай қорғаймыз деген тақырып бүкіл әлемде осы сұрақ. Жақсы балалар, енді балалар экологиялық проблемаларға тоқталайық. Тағы да балалар, қоқыстан бөлек бізге экологиялық проблемаларға не жатады? Дұрыс айтасыздар. Судың ластануы, орманның оталуы, ауаның ластануы, топырақтың құнарсыздануы, өсімдіктер мен жануарлардың жойылуы. Осылардың барлығы балалар біздің табиғатымызға, экологиямызға әсерін тигізіп жатыр. Ал енді қоқысқа қатысты проблеманы зерделеп көрейік. Біз күнделікті тіршілікте түрлі заттарды қолданамыз. Оларды қажетіне пайдаланамыз да, тозғанда немесе бүлінгенде ойланбастан лақтырып тастаймыз. Кез келген зат ерте ме кеш пе әйтеуір қоқыста тастанылады. Қоқыс көлемі ірі қаланың әр тұрғынына шаққанда жылына шамамен 1 тоннадан айналады. Бүгінде тұрмыстық қалдықтарды қайта пайдаланудың жолы қарастырылып отыр. Ондай жағдайда шикізат үнемделеді.
қоршаған орта қоқыс қалдықтарымен ластанбайды. Қазірде балалар көріп жүрген шығарсыздар. Қазір қоқыс жәшіктері 3 түрге бөлінді. Бірінші, шыны ыдыстарды бөлек саламыз, пластик ыдыстарды және де басқа да тағамдарды бөлек салатын болып түрге бөлінді балалар. Бұл не үшін қажет балалар? Бұл өзіміз үшін, табиғатты қорғауымыз үшін. Егер де сол нұсқаулықтармен балалар өз қоқыстарыңызды дұрыс салсаңыздар, сіздер табиғатты қорғауға бір үлестеріңізді қосасыздар. Себебі сол қоқыстарды балалар қайта өңдеуге жібере аласыздар. Жақсы балалар, біздің халқымыздың, қазақ халқымыздың табиғатқа қатысты көптеген мақал-мәтелдері бар балалар. Сіздер қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? Дұрыс айтасыздар балалар, жарайсыздар. Балалар, табиғатымызды бағалап, қорғап жүрейік. Өз үлестеріңізді табиғатты қорғауымызға атсалысыңыздар балалар. Егер де осындай әдемі табиғатты қаласаңыздар, табиғатты қорғай білейік балалар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағым аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруларыңызға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.